ECP ключті қалай қашықтықтан алуға болады? EGOV сайтына кіресіздер, мұнда ECP қашықтықтан алу дегенді белгілейсіздер. Онлайн сұрау дегенді басасыздар. Одан кейін өзіңіздің жеке тұлға дегенді белгілейсіздер. Сосын GSM-деріңіз жазасыздар. GSM теріп болғаннан кейін автоматты түрде номер көрсетіледі. Сол номерге қарап SMS келеді, сол үшін бір реттік SMS кодты жіберу деген таңдайсыздар. Егер басқа номер жоқ болып жатса, ана астында тұрған мобильді құжат нелерді өзгерту деген таңдасаңыздар, екінші номерді көрсетуге болады. Ешқандай да номерді белгілемейсіздер. Анда жазылып тұр соңында 696 деп, мысалға, сондай номер тіркегенсіздер де алдында, сол номерлеріңіз мобильдік базада бар. Сол себепті сол номерге ғана SMS келеді, тіркелген. Егер ол номеріңіз жоқ болып жатқан жағдайда ғана мобильді азаматтар базасында мәліметтерді өзгерту қажет пе дегенді бассаңыздар, тағы басқа номерді енгізесіздер да, немесе сол жерге шығарады онда. Соны таңдайсыздар, соған кодты жібертесіздер. Одан кейін сол бір реттік кодты белгілеп, ары қарай жасайсыздар. Тағы да иін мен телефон номер жазу керек міндетті түрде, сөйтіп тағы да код сұратады. Одан кейін барып кодты енгізгеннен кейін сіздердің суретте түсіреді камераға. Камераға суретке түсіп, сол видеодан өткеннен кейін ғана подтверждение жасайсыздар, өздеріңізді растап, суретке түсіргеннен кейін ғана разрешение беріп камераға. Одан кейін ECP ключті береді. Ары қарай батырмаларды осылай мен көрсеткенде басып отырасыздар, енгізіп, қалаған папкалеріңізді таңдап жасап алсаңыздар болады. Мен тек загрузки деп сонда салдым. Өзіңізге арнайы жаңадан папка ашып, сонда салсаңыз да болады. Одан кейін құптау батырмасын басып, мәлімет барлығына келісім беріп отырасыздар. Соңында парольдерін өзіңіз қалағандай жазып алуға болады. Қалаған тек ағылшын әріптермен жазасыздар, және сандар әртүрлі белгілеуге болады. Бірінші жазғаннан кейін екінші соған тек қайталайсыздар. Құптау дейсіздер, екеуін бірдей қылып жазасыздар ғой. Ұмытқамаңыздар, парольдеріңізді бір жерге жазып қойыңыздар, кейін сонымен кіресіздер. Болды, сақталынды енді. Енді осыдан кейін дайын болған ECP ключті папкадан барып көруге болады. Одан кейін қалаған жерге флешкаға басуға, немесе WhatsApp-қа жіберіп алуға болады. Тек қазір бір ғана не береді, осыны алып, GHOST деп тұрады, соны жібере бересіздер.